24 есепте біз көрсеткіштік теңдеуді шешуіміз керек. Бұл көрсеткіштік теңдеуді шешу үшін теңдіктің сол жағындағы өрнекті көбейтішке жіктеп аламыз. Яғни 2х-ті жақшаның сыртына шығарамыз. 1 минус 2-нің минус 2 дәрежесі қалады. Тең 192. Енді мынаны өрнекті ықшамдап жазып қойсақ, 1 минус 2-нің квадраты 1 тең 192. Сонда 2х 1 минус 1 бөлінген 4 192. Сонда мына жер 2х көбейтілген 3-тен 4 тең 192 болады. 192-ні 3-ке бөліп жібереміз да 4-ке көбейтеміз. 192-ні бөлсек 3-ке 64 болады екен. 2х тең 64 көбейтілген 4. Енді 2х тең 64 деген 2-нің 6 дәрежесі. 2 дегеніміз квадраты. Сонда 2х тең болады. 2х тең 2-нің 8 дәрежесі. Х тең 8-ге тең. Мінекей есептің жауабы шықты.